14 наурыз көрісу мейрамы. Көрісу күнінде халық қыстан аман есен шыққанына қуанып, бір-бірімен қол алысады. Таң сібірлеп атысымен көрісу мерекесін асыға күтіп отырған әрбір отбасы алдын ала дайындалып қойған дастарханын жаяды. Міндетті түрде бауырсақ пісіріп, дастарханға тәттілермен қосып үйіп қояды. Отбасының кішілері үлкендеріне қос қолын беріп көрісіп шығады. Бір-біріне бір жасыңмен дейді. Ол бір жасқа есеюіңмен, осы жылға аман есен жетуіңмен дегенді білдіреді. Содан кейін әр отбасы көршілермен көріседі. Жасы кіші отбасы мүшелері жасы үлкен жанұяларға кіріп көрісіп шығады. Міндетті түрде әр адам үш үйдің есігін ашу керек, яғни түске дейін үш үйге кіріп көрісіп үлгеруі керек. Бұл жоралғы жыл бойы балаларымыз тоқ жүрсін, дастарханымыз аралас болсын, қарым-қатынасымызға сызат түспесін деген ниеттен туған. Маңдайға біткен екелай, дала қазақ мекені, астанамнан наурызым, Алатауға жетеді. 14 наурыз күні басталатын көрісу мейрамы жыл бойы жалғасын табады. Шаттық пен қуанышқа, ақ бата мен молшылыққа толы бұл мерекеде мәре-сәре болған жұрт осы қарқынмен жаңа жылы 22 наурыз мерекесін қарсы алады. Шегер сапар, шегер далама. Амал күні қазағым көріседі, көрісі бұл көненің желіседі. Жасың құтты болсын деп жамарасып, ақ ниетпен адал болып беріседі. Көріседі көңілдер жіпсін деп, көріседі тасы сын ырысың деп, көріседі көк мұзда жылысын деп, көріседі оң болсын ұлысың деп. Көріседі қайғымын кетіруге, көріседі қайтадан жетілуге. 6 ай қыстан арыған жанын демеп, көріседі бел болып бекілу. Ағайынды араздық ірітеді, ауыз бірлік ынтымақ үгіт емі. Ескі жылда қатқан мұз қалғансызды, көріскен күн көңілмен жібітеді. Бұзуға бұл дәстүрді еш баталмайды, тірі пенде тып-тыныш жаталмайды. Ырысалды ынтымақ бірлік қой деп, абыз шалдар алыстан мақалдайды. Қарбаласа тыныш күн. Қорыта айтқанда көрісу күні пенденің аузы аққа, мал аузы көкке тиіп, адамның адаммен, жылдың жылмен көрісіп, бір-біріне тілектерін айтатын күні.